Ассаламағалейкум. Біз келдік, аға. Жақсы ат ер қанаты деген. Ал сұлтандарым, қайсың мінесің? Не бол? Әлде қорқып тұрсың? Мен бе? Ешқандай да. Жалсам жер көтереді. Ал Ғанекей сұлтаным, тақымыңа мықты бол. Айтчу, жаман. Сұлтандар! Алысқа ұзамаңдар! Қызылжар жақта қарақшылар болуы мүмкін! Жәнбек, сен ештеңе байқамадың ба? Жоқ аға. Тымыз ап кеттік ау деймін. Жаңа жылқышаға қарақшылар туралы айтқан еді. Қарақшы? Мен өмірде қарақшыларды көрмеппін. Әне, анда біреулер бар сияқты. Керей, өтінемін көрейікші. Жарайды. Бірақ көреміз де қайтамыз. Әттен қаруымыз жоқ. Менде сақпаң бар. Ей, көңілдіреген жоқ ба? Біздің билегіміз келіп тұр. Көңілдісін өзің бастамасаң. Еркін дала еркесеміз, біз қарақшы біліп қой. Қайда жүрсек қарнымыз тоқ, күнде думан, күнде той. Басқалар шайын бегетіп, бел ауыртып жатпаймыз. Шарап ішіп шалқып тасып, біздің өмір қызық қой. Керуендер өтіп берсін жібек жолы бойында. Керуен басы береріңді өз еркіңмен дайында. Күміс теңге жібек мата бола берсін бәрібір. Аңыз етіп ел айтады, ертең біздер жайында. Қорқытамыз, толаймыз, босалаймыз оңаймыз. Алтын күміс теңгелерді сыңғырлатып сарғаймыз. Солай ерді қанаймыз, асыраша талаймыз. Оңай олжа келіп тұрса қорғаламыз қалай. Қарақшымыз қаталмыз, ел тонаймыз далада. Шын болады бізде елде қарияда балада. Ұрлық түбі қорлық деген дана сөз бар халықта. Кім айтса да тауып айтқан түйіп алшы санаңа. Ей, мынау қайдан шықты? Сайтан емес пе өзі? Кімсің ей? Сендер қоршаудасыңдар, тұтқындарды босатыңдар. Қоршауда дейді? Ешкім жоқ қой. Оны немен дәлелдейсің? Ей, бұл қалай болды? Тағы дәлел керек пе? Қай жерден атылды? Білмеймін, байқамадым. Абай болыңдар. Ой. Зәреміз долды ғой. Албақ мұрын, енді не дейсің? Қаш, Жәнібек, қаш! Қаш! Өшірініңді! Деген жоқ. Қазір мен оның әкесін тантайын. Тапқан екенсің ойнайтын адамды. Сталдың ба?
Мен саған тас атқанды көрсетейін. Қане былай тұр. Алысқа замаңдар дегенім қайда? Біз тай үйретіп. Бұрай қайдан ештеңе шықпайды. Керей, тұтқындарды босат. Қазір. Айғайлама дедім ғой. Құлақты жарасың. Ал сендер неге айғайламайсыңдар? Болды, берліңдер. Мәсіған. Мен құмырашы шебермін. Заттарымызды саудалауға келе жатқанбыз. Қарақшылар қапыда басты. Қай шаһардан боласыңдар? Отырарданбыз. Рахмет, балалар. Сендер болмағанда не болар еді? Мен... Бұл Жәнібек, ал мен Кереймін. Мен Айшамын. Ал мынау сендерге естелік болсын. Сау болыңдар, Алла жар болсын. Сау бол. Жолдарың болсын. Сау болыңдар, балалар. Батыр ата, бізді қалай тауып келдіңіз? Ақсақалды қария айтпағанда білмес едім. Ол қандай қария? Мен оны көрдім. Bir Алла сақтады. Қарақшылар жазым етсе не болар еді? Түсіндік, Батыр ата. Жарайды, енді мұндай қайталанбасын. Батыр ата, бізге көрінген Қыдыр ата емес пе? Әбден мүмкін. Сендер не күлкен тыңдамайсыңдар? Ордадан рұқсатсыз алшақ кеткендерің қалай? Әке, мен кінәлі. Мен. Хан әке, менен болды, кешіріңіз. Осы істерің ел бастайтын сұлтандарға лайық па? Жарайды. Бір ашуыңды маған қый. Ал сендердің бір-біріңе араша түскендерің жақсы қасиет. Біз Болат екеуміз қандай бауыр болсақ, сендер де сондай жақын болуға тиіссіңдер. Сендер жұптарыңды жазбай жүрсеңдер ғана мақсаттарыңа жетесіңдер. Осыны бір сәт естен шығармаңдар. Иә. Ал балалар, сендер бара беріңдер. Хан ием, маған айтарыңыз бар ма? Аталық, талай айқастарда, қаншама сын сағаттарда менің сенімді серігім болдың. Алайда саған бір өтінішім бар. Айтыңыз, хан ием. Таңбалы тастың басындағы жайды көрдің. Аумалы төкпелі заман болғалы тұр. Бір бәлені ішім сезет. Айтарым, Керей мен Жәнібек саған аманат. Алаң болмаңыз, хан ием. Олар үшін жаным құрбан.